Таңқурай тосабын, яғни малинадан варенье дайындаймыз. 1 килограмм таңқурайға 1 килограмм 200 грамм қант қостық. Менің таңқурайым таудағы таза малина, сондықтан мен тек қана сұрыптап қана қойдым. Енді қантты толығымен себеміз және 12 сағатқа салқын жерге қалдырып қоямыз. Уақыт өте араластырамыз. Кейін орташа отта араластыра отыра қайнағанын күтеміз. Қайнай сала көбігін алып 5-7 минут қайнатамыз. Айтпақшы, көбігінен су қосып морс жасап ішсеңіздер де болады. Вареньяны стерилизациядан өткен банкіге құямыз. Банкімен қоса қақпақтарды да стерилизациялаймыз. Қақпағын мықтап жапқаннан соң салқындау жерге қойыңыз. Таңқурай тосабы дайын. Малинадан варенье хош иісті ем ретінде де жесеңіздер болады. Таңқурай тосабын, яғни малинадан варенье дайындаймыз. 1 килограмм таңқурайға 1 килограмм 200 грамм қант қостық. Менің таңқурайым таудағы